сол кісіге барған кезінде ол кісі айтты, мына балаларың не отыра алмайды, не басын ұстай алмайды, бұл не болды деп. Диагнозды естігенде қандай күйді бастан кешірдіңіз? Жаннұр 1,5 жаста болатын. Ол дәрігерлердің бізге айтқаны, бала шала болды, өте кішкентай болып туылды бала. Бұл балада барлығы дұрыс деп айтатын. Кейін облыс орталығына 1,5 жас кездерінде бір жақын тәтемізге баратын болдық, мерекелік уақытта. Сол кісіге барған кезінде ол кісі айтты, мына балаларың не отыра алмайды, не басын ұстай алмайды, бұл не болды деп. Содан таныс бір кісілер арқылы сол облыс орталығындағы врачтарға көрсетті сол жерде. Ол кісілер айтты сол кезде, қазір 1,5 жаста бала, 2 жасқа дейін бізде 6 ай уақыт бар деді. 6 айдың ішінде 3 рет дұрыс лечение алмасаңыздар, сіздер тіпті коляскада қаласыздар деді. Бала инвалид солай болады деп нәрсе. Ол кезде врачтар былай айтты бізге, коляскада қалады балаңыз деді. Коляскада қалады деді. Содан кейін менің миымда коляска деген нәрсені естісем, көрсем, суретін көрсем, бір жерлерде мен басымды бұрып алатынмын. Жоқ, Жаннұрды мен бұндай коляскаға отырғызбаймын деген сияқты өзімнің тұжырымым ғой енді. Сондай болды, өте қиын болды. Енді жаспыз, үміттендік. Бір жағынан жаңа ойым бар, жоқ, мен коляскаға отырғызбаймын деген сияқты өзім ойым бар. Міне сондай шешімдермен біз біраз нәрсеге қол жеткіздік деп ойлаймын. Емге алып кетем дегенде амбулаториялық картасын емхана басшысы не үшін бермеді? Өйткені сіздердің жатқан стационар сол облыс орталығында бізде де бар деп бермей қойды. Ол жерде біз 2 жыл емделдік. Бір инені бастайды, прямо бірінен кейін бірін 7 укол алатын уақыттар болады. Жаннұр сол кезде 1,5 жаста. Енді әрине өте қиын болды. Кейін бір кісілер айтты бізге, сол меңгерушілерді не үшін сотқа бермейсіздер, енді денсаулығымен олар неге ондай ойнайды деген сияқты. Ол кезде ойлаймын, неге ол кісілер бермеді деп, қандай диагнозды анықтай алмады, барлығы дұрыс дей берді. Барлығы дұрыс дей бергеннен кейін ол кісілер беруге қорықты деп ойлаймын. Картасын Жаннұрдың папасының тәтесі сол кісіге енді рахмет айтып кетейін. Ол жерде тағы бізге сондай өте жақсы поддержка берді, қолдау көрсетті. Өте жақсы адамдармен жүрген екенмін деп ойлаймын. Жалғыз өзіңіз емдетуге жүгірдіңіз ба? Жоқ, жалғыз өзім емес, жаңа айтып кеттім ғой, жанымда былай жақсы адамдар болды деп. Әрине бірінші кезде біз диагнозды түсінген жоқпыз. Өйткені дәрігерлердің өзі бірде ДЦП деген қояды, бірде оны алып тастайды, кейде бұл ДЦП емес деп жазып отырса да ұқсамайды деп айтады. Солар кішкене адастырды бізді. Енді мүмкіндігінше айналамда адамдар болды. Атасы мен әжесі болды, мысалы. Ол кісілер алып жүрді Жаннұрға. Былай әкесі көмек болды. Жалғыз өзім, қатты жалғыз өзім деп айтпаймын. Баланың тағдырын, өмірін алды қалай болады деген сияқты көбіне басты рөл өзім болғаннан кейін негізі осы жерде салмақ түскенде бар маған.